Сәлем құрметті мергендер белгісінің өкілдері, стрельцы. Бұл сіздерге арналған 2025 жылдың толық жұлдызнамасы. Бұл видеороликте біздер өмірдің әрбір саласына тоқталамыз, яғни жеке өмірде не болады, денсаулық туралы, жұмыс орны, махаббат жағынан не болады деген сияқты, және әрбір айға тоқталамыз. Әрбір айға тоқталғанда кішкене қысқаша сипаттама беріледі. Видео ұзақ болмас үшін себебі арнаға жазыла кетіңіз. Бұл арнада әрбір айға жеке толық жұлдызнама шығып отырады. Құрметті мергендер, сіздер үшін жеке өмір мен қарым-қатынастар туралы айтатын болсақ, маусым айының ортасына дейін Юпитер, сіздің басқарушы планетаңыз, серіктестік секторыңызда болады. Жалғыз жүргендер үшін бұл жаңа тағдырлы танысулар кезеңі. Егерде сізде кездесіп жүрген адам болмаса, қазір көптеген мүмкіндіктер ашылады. Қызықты жағдай былай тұрады. Екі адам арасында таңдау болуы мүмкін. Яғни қазір бір емес, бірнеше жақсы адамдармен кездесіп, солардың арасында сіз өзіңізге ең лайықтысын таңдауыңыз мүмкін. Екеуі де лайықты, бірақ шешім қабылдау мүмкін сізге оңай болмауы да мүмкін. Яғни қарым-қатынастағы адамдарға бұл жылы жақындасу болады. Яғни егерде жүріп жүрген жолдасыңыз болса, немесе адам болса, қазір мүмкін бірге тұруға шешім қабылдайсыз, немесе үйленуге шешім қабылдайсыз, немесе бірге үй сатып алу, бірге көшу, мүмкін балалы болу туралы шешімдер қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ сонымен қатар оппозициялық планеталардың әсері болуы мүмкін. Бұл кезде серігіңіз сізді түсінбеуі, немесе оның туыстарыңызбен сіздің қақтығыстарыңыз болуы мүмкін. Сонымен қатар үй, отбасы және жылжымайтын мүлік туралы айта кетейік. Солтүстік ай түйіні, яғни Раху, 2025 жыл бойы сіздің 4-ші үйіңізде орналасады. 4-ші үй бізде жылжымайтын мүлік, үй және отбасы туралы. Сондықтан бұл жерде сізде өз үйіңізді табу, оны безендіру, яғни декорация жасау, интерьер өзгерту, немесе жаңа тұрғын үйге көшу үшін керемет уақыт қазір. Мұрагерлік арқылы пәтер, жер алуыңыз мүмкін. Яғни мүмкін біреу сіздің атыңызға жазып кетеді демекші. Құрылыс бастауы мүмкін, немесе мүмкін жер алып құрылысты өзіңіз бастайсыз. Немесе ескі үй болса, ескі үйді жөндеуді бастауға жақсы уақыт. Сонымен қатар үйде жұмыс істеуге арналған жеке кеңсе ашуыңыз мүмкін. Сонымен қатар қоныс аудару, эмиграция басқа елге, немесе су маңындағы үйге көшу арманыңыз болса, ол да орындалуы мүмкін. Су маңындағы деп, яғни қандай да бір теңіз болсын, қасында теңіз, немесе мүмкін тіпті мұхиттың қасында тұрғыңыз келсе, осыған дейін сондай армандарыңыз болса, осы жылы сізде барлық мүмкіндік болады сол армандарды орындауға. Қаржы мен табыс туралы айтатын болсақ, маусым айынан бастап Юпитер 8-ші үйге өтеді. Бұл бірлескен қаржы, инвестициялар секторы. Бұл уақытта сыйлықтар, мұрагерлік, әлеуметтік төлемдер, серіктес табысының өсуі мүмкін. Серіктес табысы деген, яғни партнердің алатын ақшасы, яғни сіздің жолдасыңыздың жалақысы немесе табысы өсуі мүмкін. Сонымен қатар, мысалы, күйеуіңіздің табысы артып, ол сіздің орта отбасылық, сол арқылы орта сіздің бюджетіңіз кеңейеді. Жылжымайтын мүлікке ақша салу пайдалы болуы мүмкін осы уақытта. Бірақ наурыз, сәуір айлары аралығында Венера планетасы ретроградта болған кезде инвестициялардан аулақ болу керек, немесе
кішкене басқа айға жаңағы қағазға қол қоятын болсаңыз, басқа айға мұқият қарап барлығын басқа айға қалдыру керек болады. Сонымен қатар жалға беруіңіз мүмкін үйді, немесе мүмкін қонақ үй ашу туралы, немесе сонымен қатар ипотека алуыңыз мүмкін. Яғни үйге қатысты көптеген нәрселер, өзгерістер болады. Жұмыс пен карьера туралы айтатын болсақ, оңтүстік ай түйіні, яғни кету сіздің карьера секторыңызда болады. Бұл жылы жұмысты бірінші орынға қоймайсыз. Яғни егерде 2023 немесе 2024-те ең бастысы сіз үшін жұмыс, немесе табыс, немесе карьера болса, қазір ол сізде өзгереді. Ескі жұмыс сізді қызықтырмайтын болады, немесе мүмкін іштей жаңағы ішкі қарсылық күшейетін болады. Қандай сценарийлер бұл жерде болуы мүмкін? Ішкі тоқырау, яғни выгорание деп айтады ғой, сондай болуы мүмкін сізде. Яғни жұмыс жасап жүрген жеріңізде ары қарай дамуға құштарлық жоқ болуы мүмкін. Немесе жұмыс орнын ауыстырғыңыз келеді, немесе ол сізге тіпті қызық емес болуы мүмкін. Сонымен қатар жұмыссыз қалу, немесе жаңа салаға өтуіңіз мүмкін. Егер де бір жерде мысалы қысқарту болса жұмыс орнында, қазір мүмкін ол жұмыстан бөлек бір жаңа саланы өзіңізге көруіңізге болады. Және өз бизнесіңізді бастау ниеті жақсы болады, қазір күшейеді. Қыркүйектегі тұтылу, яғни затмение, жұмысқа байланысты жаңағы шешуші өзгерістер әкелуі мүмкін. Әрине, қыркүйек айына жұлдызнаманы біздер алдыңғы уақытта толық жасаймыз, бірақ қазір қысқаша осылай айта кетуге болады. Қыркүйек айында өте маңызды шешімдер болады. Ары қарай сіздің жаңа 2026 жылдан бастап оның ар жағында немен айналысасыз деген сұраққа жауап беретін шешімдер сол кезде келуі мүмкін. Жеке даму және оқу туралы айтатын болсақ, жаңа білім алу, курстарға бару, қайта біліктену уақыты. Мамыр айынан қазан айына дейін ұзақ мерзімді жобаларды бастауға таптырмас жақсы кезең. Медиа, риэлторлық, маркетинг және кеңес беру салаларында ілгерілеу байқалады. Интернет арқылы жұмыс істеу, яғни онлайн жұмыс, удаленный жұмыс, жеке бренд ашуыңыз мүмкін. Және жазуға қатысы бар жұмыстар, немесе мүмкін блог жүргізесіз. Блог жүргізу белсенді дамиды осы кезде. Енді әрбір айға тоқталатын болсақ, әрине қазір наурыз айында жазып отырмын бұл видеоны, бірақ толық жұлдызнама болу үшін мен бұдан өтіп кеткен айларды айта кетемін. Қаңтар айы 2025, бұл кезде Марс Плутон оппозициясы болған, ішкі мотивация күшейетін уақыт болды. Жаңа идеяларының туу және әрекетті жаңағы активность ақпанның соңынан бастаған жөн болған. Яғни активностьті қандай бір салада да көрсеткіңіз келсе, ақпанның соңғы жағында жақсы мүмкіндіктер, жақсы уақыт болған. Қаржы жағынан жәрдемақы, алимент, әлеуметтік төлемдерді алу мүмкіндігі болды. Ақпан айында Марс ретроградта өткен қарым-қатынастардың оралу мүмкіндігі болды, қаржылық жанжалдар мүмкін болды, сот істері қозғалуы ықтимал болды. Және сонымен қатар пайдалы нәрсе ол жерде оқу, есеп беру, мақалалар жазу, презентация жасауға жақсы уақыт болған. Наурыз айында айта кетейін, естеріңізге салып, наурыз айына арналған толық жұлдыз жорамал арнада бар, соған өтіп қарасаңыз болады. Ал егерде қысқаша айтатын болсақ, Венераның ретроград фазасы басталады. Наурыз айында үлкен покупкалар, сатып алулардан аулақ болу керек, немесе мұқият болу керек. Үлкен покупка дегеніміз ол бізде үй ішіне үлкен мүмкін қымбат тұратын дүние, немесе машина сияқты үлкен, яғни қымбат дүниелерді айтамыз. 14 наурызда карьерада, жұмыс орнында шешімдер өте маңызды, немесе жұмыс орнын ауыстыру, немесе жұмыс орнында қысқартулар болуы мүмкін.
29 наурызда махаббат, шығармашылық және балаға қатысты жағымды жаңалықтар болуы мүмкін. Сәуір айында Нептун планетасы таразыға өтеді, яғни весы. Бұл жерде романтика, шабыт, шығармашылық шарықтайды. Сақ болатын нәрсе бұл жерде сізге шабыт келген уақытта, соның өзінде де сіз кішкене реально қарау керек деп айтады ол өмірге. Яғни ол қазір үлкен бір маңызды шешімдер жасайтын уақыт емес. Қанша жерден шабыттансаңыз да, қазір бір қалай айтсам екен, асып түсіп жасайтын шешімдер жасайтын уақыт емес. Яғни кішкене мұқият болу керек, реалист болып, яғни барлық нәрсені анализ жасап дұрыс көзбен қарау керек болады. Және қоғамдық рөлдер өзгеруі мүмкін, және топтық жобалар аяқталатын уақыт. Яғни қандай да бір топпен бірге, жалғыз басты емес, бір партнермен бірге болсын, жасап жүрген жоба болса, немесе кішкентай бір іс болса, сондай нәрселердің қазір аяқталатын уақыты. Мамыр айында құпиялар ашылады. Және бұл рухани өсу уақыты, іштей. Одан басқа жаңа қарым-қатынас және серіктестіктер туады. Және жеке даму туралы айтатын болсақ, мамыр айында жолға шығуға жақсы уақыт, командировка, оқуға, яғни қандай да бір курстарға жазылуға, немесе қандай да бір оқуға, басқа шетелге, немесе басқа қалаға, басқа жерге, яғни офлайн аяқтай барып оқуға жақсы уақыт. Маусым айында сізде полнолуние жеке белгіде болады. Ол нағыл деген сөз, ол сіз үшін танымал болу немесе көріну туралы. Яғни ол кезде егерде мысалы сіз онлайн жұмыс болса, блог жүргізсеңіз, қазір өте жақсы уақыт көрінуге, танымал болуға, активность жинауға. Ал егерде блог емес, сізде кәдімгі офлайн қарапайым офистағы жұмыс болса, мүмкін сіз осы уақытта өзіңізге керек адамдардың, мысалы ол сіздің бастығыңыз болсын, назарын аудара аласыз. Егерде қандай да бір керемет жобаңыз болса, немесе жұмыс орнында қандай да бір идеяны айтқыңыз келсе, немесе жобаға арнайы инвестор іздесеңіз, қазір сізде инвестор табуға, немесе өзіңіздің жобаңызды алға қарай итермелеуге өте жақсы уақыт және барлық мүмкіндіктер болады. Яғни адамдар сізді қазір, керек адамдар байқайды. Сонымен қатар өзіңіздің жеке өмірде де танымалдылық, яғни кішкене популярность өседі деп айтуға болады. Сонымен қатар маусым айында ипотека, сақтандыру, страхование, көмек алу, қандай да бір мүмкін пособие сияқты, яғни мемлекеттен алатын қандай да бір ақшаға байланысты көмектер, барлық ақшаға қатысты мәселелер жылдам шешілетін уақыт. Шілде айында сізде табыс артады және жаңа бизнес идеялары туады. Қаржылық шекаралар кеңейетін уақыт, яғни изобилие деп айтады ғой, қазір табысыңыз кәдімгідей өсіп, сіз сол табысыңыздың өсуіне қарап жаңа алға қарай пландар жасай аласыз, немесе инвестиция жасай аласыз. Бұл шілде айында сізде Уран серіктестікте жаңалға келеді. Яғни сізде қандай да бір партнер болуы мүмкін жұмысқа байланысты, немесе сіздің іске, кәсіпкерлікке байланысты жақсы серіктестіктерді табуыңыз мүмкін. Тамыз айында жеке табысқа байланысты шешімдер жасалады және жаңа идеялар, байланыс құралдарын сатып алу және көлік сатып алуыңыз мүмкін. Сонымен тамыз айында, сонымен қатар Юпитер және Венера планеталары жақсы позитивті сізде аспектте болады. Сіз үшін ол қайтадан табыс пен шабыттың өсуі, себебі Юпитер бізде
жақсылық әкелетін немесе молшылық әкелетін удача деп айтады, сондайдың планетасы. Ал Венера бізде ақша үшін және әдемілік, эстетика үшін жауап береді. Сонымен қатар тамызда сіз өзіңізбен мысалы имиджді ауыстыруыңыз мүмкін. Киім қалай киінесіз немесе қалай шаш үлгісін ауыстыруыңыз мүмкін. Яғни Венера сізге өзіңіздің сыртқы бейнеңізге эстетикалық жағынан дамуға немесе бір нәрсені өзгертуге жақсы уақыт береді. Яғни жақсы уақыт болады сондай нәрселерге. Қыркүйек айында, 7-ші қыркүйекте отбасы, үймен байланысты үлкен шешімдер болуы мүмкін. Ал 21-ші қыркүйекте жаңа карьералық бағдар және сонымен қатар жауапкершілік артады жұмыс орнында. Қазан айында махаббат, бала, үй іші, шығармашылық салаларында нәтижелер алатын уақыт. Яғни балаларға қатысты ол қалай болуы мүмкін? Мүмкін сіз балаңызды қай жаққа оқуға жіберетіні туралы қандай да бір шешімге келесіз. Немесе балаңызбен бірге қандай да бір курсқа беру туралы шешім жасайсыз. Немесе егерде қандай да бір курсқа бірнемен айналысып жүрген бала болса, қазір соның жетістіктерін, нәтижелерін көресіз. Сонымен қатар қазан айында достар, жаңа таныстар, әлеуметтік желілер арқылы ілгерілеу уақыты. Қараша айында тұрмыс, жұмыс кестесі өзгереді. Медитация бұл кезде жаңағы рухани тазарту, эзотерикаға бет бұруыңыз мүмкін, яғни осындай астрология, нумерология немесе сондай сияқты басқа да эзотерикалық темаларға сіздің қызығушылығыңыз артуы мүмкін ол кезде. Желтоқсан айында сіздің жеке белгіде жаңа ай, яғни желтоқсан айында мергендерде новолуние, яғни стрелецтің өзінде новолуние болады. Ол сіздің жеке жаңа жылыңыз басталады деген сөз. Қарым-қатынаста айқындық, маңызды шешімдер болады және жылдың қорытындысы, яғни жеңіс, танымалдылық, ішкі үйлесім. Егерде қорытындылайтын болсақ, 2025 жыл сіздің өз орныңызды табатын, шекараңызды кеңейтетін, яғни границалардың бәрі сізде өседі. Үй мен жүрек арасындағы гармония орнататын ерекше жыл болады деп айтуға болады. Қарым-қатынастар дамиды, қаржыңыз тұрақталады және рухани тұрғыда сіз байи түсесіз, яғни байисыз рухани жағынан. Сіз үшін осы жылы бәрі өз орнына келетін уақыт. Құрметті мергендер, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Осы жылда барлық мүмкіндіктерді өзіңізге пайдаланып үлгеріңіз, батыл болыңыз шешімдер жасауға. Және келесі видеода кездескенше арнаға жазылып пікір қалдырыңыз.